Бұқаралық ақпарат құралдары мерекесі қарсаңында Қарағанды қаласында журналист, сатирик, ұстаз Мартбек Тоқмырза тұрған Құрылысшылар даңғылындағы нөмірі 13 үйдің қабырғасына ескерткіш тақта орнатылды. Өнегелі істің басқасында марқұмның шәкірттері жүрді. Белгілі сатирик Мартбек Тоқмырза марқұм қоғамда үлкен рөл атқарған журналистердің бірі. Қазақ үшін, қазақтың рухани биіктеу үшін көптеген еңбек етті. Артынан қаншама шәкірттер қалдырды, журналистер тәрбиелеп шығарды. Бұл ескерткішті шәкірттері қойып жатыр. Барлық республиканың түкпір-түкпірінде жүрген шәкірттері жиналып, Мартбек марқұмның 10 жыл қайтыс болғанына, 10 жыл болғанына орай артында қалған ұрпағы еске алып жүрсін деп, өз тұрған үйден ескерткіш тақта орнатып жатыр. Жалпы Қарағанды жұртшылығы үшін, журналистика саласында қызмет етіп жүрген азаматтар үшін Мартбек Тоқмырзаның есімі бәріне белгілі деп ойлаймын. Біз өзіміз 90-шы жылдары Қарағанды мемлекеттік Бөкетов атындағы университетте оқығанда біздің ақылшымыз, жол көрсеткіш, бағдар беретін бір арқа сүйейтін асыл ағаларымыздың бірі болды. Қарағандыдағы Жайық Бектұров кітапханасындағы Бота интеллектуалдық клубтың негізін қалады. Білгенге маржан деген сонда интеллектуалдық ең бірінші Қарағандыдағы сайыс өткізіп, біздерге сондай ақылшы қамқоршы болған ағамыз. Мартбек Тоқмырза журналистикадағы еңбек жолын Қазақстан Қарағанды телеарнасында бастаған. Халықаралық Азаттық радиосында қызмет етіп, өмірінің соңғы жылдарын Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика кафедрасында ұстаз болып қызмет еткен. Талантты журналист, ұлағатты ұстаз 2010 жылы дүниеден өтті. Айдана Бекқалиқызы, Ерболат Қуатбек, Life 09.